Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін бізде 4-ші сабақ ғажайып субұрқақ, волшебный фонтан. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Мәрмәр тас, мрамор, субұрқақ, фонтан, киіз үй, юрта, қызғылт, розовый. Послушай и повтори. Мен субұрқаққа барамын. Сырты мәрмәр тастан жасалған. Шығыс күнтізбесі субұрқағы. А теперь посмотри на картинку. Суретте не көріп тұрмыз? Суретте субұрқақ көріп тұрмыз. Субұрқақ. Қызғылт түс. Читай, повторяй за мной. Мәрмәр тас. Субұрқақ жобасының сәулеті киіз үйге ұқсайды. 3-ші тапсырма. Мәтінді оқы, прочитай текст. Бір-біріңе сұрақ қой. Задайте вопрос. Алматыда 130 субұрқақ бар. В Алмате есть 130 фонтанов. Олар сан алуан, әрі әдемі. Они разные и красивые. Маған шығыс күнтізбесі субұрқағы ұнайды. Мне нравится фонтан «Восточный календарь». Шығыс күнтізбесі қазақ ертегісіне сәйкес жасалған. Фонтан «Восточный календарь» сделан по сюжету казахской сказки. Сәулетшілері, архитекторы Твердохлебов, Кацев, Татаринов. Ответьте на мои вопросы. Алматыда неше субұрқақ бар? Сколько фонтанов в Алмате? Олар қандай? Саған қай субұрқақ ұнайды? 4-ші тапсырма. Қажетті сөздерді қатыстырып, шығыс күнтізбесі субұрқағы туралы Әлібек пен Сашаның диалогын жаз. Напиши диалог Әлібека и Саши, используя нужные слова. Қажетті сөздер, нужные слова. Мысалы, примерный диалог. Вы можете составить свой диалог. Әлібек, саған қай субұрқақ ұнайды? Тебе какой фонтан нравится? Шығыс күнтізбесі субұрқағы. Оның сырты неден жасалған? Из чего он сделан? Мәрмәр тастан, из мрамора. Субұрқақ неге ұқсайды? На что похожи фонтан? Киіз үйге. Киіз үй – это юрта. На юрту. Түсі қандай? Түсі қызғылт. Келесі 5-ші тапсырма. Ғаламтордан өзіңе ұнайтын субұрқақтың суретін тап. Оны сипаттап айт. Найди в интернете рисунок фонтана, который тебе нравится. Опиши его. Это самостоятельная работа. Кел жаттайық. Сначала послушайте, поставьте ударение и прочитайте несколько раз. После надо выучить это стихотворение. Біздің Қазақстан. Алтай жайық арасы, жартәлемдей даласы. Ол біздің Қазақстан. Кеңге толы қойнауы, төлге толы жайлауы. Ол біздің Қазақстан. Жастан сүйіп аңсаған, тәтті күй мен кәусар ән. Ол біздің Қазақстан. Анамыздай тілеу-ақ, отан біздің біреу-ақ. Ол біздің Қазақстан. Музафар Әлімбаев. Есте сақта, запомни. Прочитай, поставь правильно ударение. Маған шығыс күнтізбесі субұрқағы ұнайды. Ол киіз үйге ұқсайды. Мәрмәр тастың түсі қызғылт. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал и поставь лайк. Спасибо за внимание.